Ассалаумағалейкум. Мен Жасұлан Сыздық, мотиватор, кәсіпкер және жалпы қазақ елінің жанашыры. Сонымен бұл бірінші видео. Оны әрине мотивациядан бастаймыз. Бұл каналда жалпы тек қана мотивация ғана емес, қазіргі заман талаптарына сай өзін-өзі дамыту жолындағы көптеген құралдарды ұсынатын боламын. Ең бірінші видеода мен армандар жайлы айтайын. Өйткені адамды кез келген қозғалысқа тек осы армандар ғана итермелейді. Сонымен кеттік. Армансыз адам қанатсыз құс демекші. Кез келген көлік, тұрып жатқан үйіңіз, қолыңыздағы смартфонға дейін осы армандардың арқасында материалданған. Біреулер осы арманды алып мақсатқа айналдыру арқылы осындай керемет үйде, осындай керемет көлікте, осындай керемет технологияларда өмір сүріп жатырмыз. Жай арман өмірінің соңына дейін жай ғана арман болып қала бермек. Ал мақсат ол сенің шешіне кіріскеніңнің бір белгісі. Ал мақсат қою үшін армандарың сенің қорқыныштарыңнан да басым болу керек. Неге бұлай? Себебі қорқынышың армандарыңнан басым болатын болса, сен жарты жолға жетпей ерте беріліп қоясың. Артқа шегінесің. Немесе қорқынышың сені армандарыңды тұншықтырып тастауы мүмкін. Ал қорқыныш менде жоқ, арман көп дейтін болсаң, онда сен ертеңмен өзіңді алдап, күнде ертең істеймін деп, арғын істеймін деп, бүрсігін істеймін деп, ертеңмен есіңді шығарып жүрген боларсың. Бұл жай ғана еріншектік, жалқаулық. Немесе арманың саған қатты маңызды емес. Міне, осы себептердің бірі сенің бойыңда бар ма, жоқ па? Осыны ойлан, талда. Себебін тапсаң, төмендегі комментарияға жаз. Осы бір түйінді шешпей, бірінші қадамдарыңды жасамай, сен үшін Феррари, Роллс-Ройс, зәулім үйлер, миллиондар, миллиардтар жай ғана фотодағы суреттер болып қалмақ. Немесе бір таныстарыңның жетістігі болуы мүмкін. Енді арман мен мақсаттың айырмасын айтайын. Арман ол сенің санаңдағы керемет тегін кино. Ал мақсатта мерзім қойып жоспар жасайсың. Бұның құны еңбекпен термен жүгіріп жүріп, арманыңды материалдандырасың. Арманды мақсатқа айналдырудың басы ол жай ғана парақ пен қаламнан басталады. Сол үшін өзіңе сылтау іздемей, парақты ал да қаламмен армандарыңды жазудан баста. Өйткені бірінші қадам бар жерде екінші қадамда болуы мүмкін. Ал досым, мен саған сенемін, сенің қолыңнан бәрі келеді. Егер саған видео пайдалы болса, лайкыңды бас, каналға жазыл. Келесі видеоларда мен мақсатты ашып айтамын. Мақсатқа қалай жету керек, неден бастау керек. Сонымен менімен бірге болыңдар.